Здравствуйте, уважаемые участники! Рада вас приветствовать сегодня на вебинаре национальном для пилотных учебных заведений. Давайте предоставим еще буквально пару минут дополнительных для того, чтобы остальные коллеги смогли присоединиться. Пока мы ждем, хотелось бы сказать то, что если у вас будут технические какие-то неполадки, картинка будет не видна, звук, будет плохо слышно, пожалуйста, напишите нам в чате, чтобы мы смогли вам своевременно помочь. Также хотелось бы отметить, что у нас вебинар записывается, как и все наши сессии, для того, чтобы предоставить возможность позже другим коллегам, которые не смогли присоединиться, просмотреть вебинар и ознакомиться с содержанием. Также, если вы не хотите, чтобы ваше видео попадало на камеру, поэтому просим вас, если что, отключить свою камеру и ознакомливаться с вебинаром. Это абсолютно нормально. Также у нас сегодня, как обычно, будут выступать два опытных тренера. Во время их выступления, также во время фасилитации, очень просим вас выключить микрофоны. В конце сессии будет предоставлено отдельное время для вопросов и ответов, где вы сможете либо голосом, либо сообщением задать свои вопросы или поделиться своими впечатлениями. Так, давайте мы сейчас еще одну минуту дадим и начнем вебинар. Уважаемые участники, давайте продолжим. Да, теперь хотелось бы очень вкратце рассказать еще раз, да, напомнить то, что наш сегодняшний вебинар проходит в рамках Дарьи Скаффолд, которая, в свою очередь, является частью инициативы Европейского Союза. Дарья, вы с ней прекрасно знакомы, и, в частности, данная инициатива, она реализуется Европейским фондом образования в тесном сотрудничестве, в частности, Казахстана, да, с Министерством просвещения Казахстана, а также ЕФО сотрудничает с остальными министерствами в остальных 4 республиках Центральной Азии, которые отвечают за развитие профессиональных навыков и образования. Дарья, в свою очередь, вносит вклад в развитие Европейского Союза из ее стратегии Global Gateway. В частности, у Дарьи Скаффолд есть большая цель, то есть представить педагогам возможность использовать компетентностный подход в составлении ежедневной своей практики, в своей работе и улучшить планирование и ускорить процесс планирования ваших занятий. И мы знаем то, что в Казахстане скаффолд и пилотирование находятся в очень активной фазе, чему мы очень рады. И тренера Казахстана являются очень активными членами сообщества Дарья Скаффолд. Поэтому мы надеемся, то, что сегодняшний вебинар в том числе станет очень солидным подспорьем в подготовке пилотирования в этой фазе. То есть порядка 40 учебных заведений еще присоединяются к пилотированию, и надеемся, что это будет полезно для них. Далее мы хотели бы также напомнить то, что у нас помимо тренингов, да, все материалы будут размещаться в телеграм-канале нашем Дарья Скаффолд, а также на мини-сайте Дарья Скаффолд в Нушине. Поэтому, пожалуйста, следите за анонсами. Все ссылки будут размещены на данных ресурсах. Сейчас ссылки для удобства вашего мы размещаем в чате. Можно будет, пожалуйста, следующий слайд. Да, следующий. Да, и как мы говорили ранее, сегодня у нас первый национальный вебинар по взаимному обучению, в частности, для пилотных учебных заведений. Таких вебинаров у нас будет 2. Они будут проходить, сейчас основная часть будет проходить на казахском языке. Второй вебинар уже планируется в следующем году.
Структура у вебинара одинаковая, то есть одна сессия будет длиться 60 минут, и будут представлены опыты опытных тренеров, задействованных в процессе пилотирования в фазе номер 1. И в конце, как я упоминала, у вас будет возможность задать вопросы и поделиться впечатлениями. Поэтому сейчас мы уже готовы передать слово нашему фасилитатору первой сессии, Марал Нигмеджановой. Пожалуйста, Марал. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді Дарья Скафолд өзара оқыту семинарының алғашқы ұлттық вебинарына қош келдіңіздер. Бүгін біз оқу орны деңгейіндегі командалық тәсіл туралы тәжірибе алмасатын боламыз сіздерменен. Ең алдымен бастамас бұрын, яғни сіздерге фондық шу болмау үшін сөйлеу кезінде, спикерлеріміздің сөйлеу кезінде микрофондарыңызды өшіріп қоюларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар бүгінгі вебинар жаңа өздеріңіз естідіңіздер, жазылатын болады. Өйткені қосылмаған әріптестеріміз үшін, материалдармен танысу үшін бұл бізге өте маңызды. Келесі біздің вебинарымыз жаңағы қазақ тілінде жүреді. Сонымен қатар орыс тілінде де сұрақтарға жауап беруге, не орыс тілінде сұрақ қоюға да болады. Яғни екі тілді форматта жүргізуге тырысамыз. Негізгі басты біздің мақсат бұл қазақ тілінде жүргізу. Келесі өздеріңіздің сұрақтарыңыз бен пікірлеріңізді чатқа жазып отырсаңыздар, міндетті түрде оған қайта оралатын боламыз. Яғни өзімді қысқаша таныстырып өтетін болсам, менің аты жөнім Марал Нигмеджанова, мен оқу ағарту министрлігінің ведомстволық бөлімшесі талап коммерциялық емес акционерлік қоғамда жұмыс жасаймын. Сонымен қатар Дарья жобасының ұлттық сарапшысы болып табыламын. Бүгін мен фасилитатор рөлін атқарамын, яғни бағдарлама аясында жұмыс жасауға, сонымен қатар жаңағы уақытты бақылап отыратын боламын. Өздеріңіз Дарья жобасын жаңа қысқаша естіп кеттіңіздер. Дарья жобасының Европалық одақтың қаржыландыратын Орталық Азиядағы тапқыр жастарға арналған диалог пен әрекет Дарья бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылатындығын, яғни бұның ішінде ең бастысы Скафолд жаңағы 102 карточка жинағынан тұратын құрал екендігін, яғни оның сіздердің сабақ жоспарлауға көмектесетіндігі жайлы жаңағы қысқаша сіздерге таныстырып өтті. Енді біз бүгін айтатын болсақ, бізде екі ұлттық вебинар болады, екі ұлттық вебинар. Бұл екі ұлттық вебинардың негізгі мақсаттары сіздер пилоттық мектеп пен колледж болып табылатындықтан, осы колледж бен мектептер арасында тәжірибе алмасуға арналған орта қалыптастыру біздің басты мақсатымыз, өзара ынтымақтастықты нығайту, сонымен қатар жаңағы бірлескен педагогикалық тәжірибелерді дамытуға қолдау көрсету болып табылады. Вебинар екі сериядан тұратынын көрдіңіздер. Бізде бүгін бірінші вебинар педагогикалық командаларды қалыптастыру, ұлттық тәжірибе. Екінші вебинар бірлескен практиканы қолдау, жергілікті стратегиялар деп аталады. Енді бүгінгі біздің вебинарымыздың негізгі мақсаты мектептер мен колледждерде педагогикалық командаларды қалай қалыптастыруға болады. Сол педагогикалық командаларды қалыптастыру бойынша ұлттық тәжірибемен таныстыру және оны талқылау, тиімді тәсілдер мен модельдерді айқындау, командадағы рөлдер мен өзара әрекет қағидаларын нақтылау болып табылады. Енді бүгінгі вебинарымызды бастайтын болсақ, біздің спикерлеріміз өздерінің практикалық кейстері мен стратегияларымен өздерінің оқу орында іске асып жатқан жолдағы қиындықтары және оның шешу жолдарымен бөлісетін болады. Бірінші біздің спикеріміз Оразымбетова Айнұр Сейденовна, Алматы политехникалық колледжі, Алматы қаласындағы Алматы политехникалық колледжінің оқытушысы. Айнұр Сейденовна өзінің колледжде қалай Скафолд құралдарын сабақ жоспарлау барысында қолданатындығы жайлы, командалық жұмыс қалай ұйымдастырылып жатқандығы, ашық сабақ жүргізудегі тәжірибесімен, сонымен қатар SWOT талдауменен сіздермен бөлісетін болады. Айнұр Сейденовна, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, саламатсыздар Марал Құдайбергеновна, сіздерге үлкен рахмет. Мен арнайы пән оқытушысы, Алматы қаласы, Алматы политехникалық колледжі, Оразымбетова Айнұр Сейденовна.
ең алдымен бастамасы бұрын осы скаффолд құралдарын оқыту барысында өзім шын мәнінде өте қуаныштымын осы курсқа қатысқаныма. Осы курсты ары қарай тәжірибе жүзінде Астана қаласына да барып іс тәжірибе алмасып қайттым. Бұл скаффолд құралдарын оқытудағы бұл курс шын мәнінде мен үшін де, менің оқытып жатқан білім алушыларымның да оң нәтиже беруге бірден бір үлесін қосты деп ойлаймын. Келесі слайдты ауыстырып жіберсеңіз. Біз бәріміз білеміз, бұл карточканың 102 карточкадан тұрады. Әрине, оның әр құзыреттіліктің өзінің мәні, өзінің мақсаты бар. Бірақ соның ішіндегі ең негізгі мына жерде бұл құралда, бұл курс ресми және бейресми оқытуға, кез келген пәндік салаға, кез келген оқу нысанына қолданылады деп айтып отырғанның өзі, егер біз басқа курстарға баратын болсақ, мысалы математика пәнінен баратын болсақ, ол курстағы жиған білген іс тәжірибемізді тек сол сала, сол пән бойынша ғана қолдана аламыз. Егер біз тарих пәнінен баратын болсақ, бүкіл барлық білген тәжірибемізді тарих пәніне ғана араластыра аламыз. Ал осы жолғы осы скаффолд құралдарын оқытудағы курстың бір ең кереметтілігінің өзі де бұл ресми және бейресми оқытуға арналған. Яғни математика пәні оқытушы да, алғашқы әскери дайындық оқытушы да, экономика пәні оқытушысы да, немесе кез келген физика, химия пәні оқытушыларды осы карточкалар арқылы өзінің пәнін ары қарай жоғары деңгейге жеткізе алатынына мен сенімдімін. Келесі слайд. Әрине, күтілетін нәтиже біз кез келген ашық сабақ барысында, жай сабақ барысында, немесе кез келген салада біз ең бірінші күтілетін нәтижені күтеміз. Сондықтан да мен өзім әріптестеріме айтарым, скаффолд құралдарын біз әр сабақта қолдану барысында, жоспарлау барысында біз міндетті түрде кей жағдайда бүгінгі менің тақырыбыма кәсіпкерлік құзыреттілік келеді екен, икемділік құзыреттілік келеді екен деп ғана жоспарламай, біз соның нәтижесін алуымызға тырысуымыз керек. Ол нәтижені алу үшін біз ең алдымен өзіміз жоспарды дұрыс құрып алуымыз керек. Сол жағдайда ғана бізде күтетін нәтижеміз өте жоғары болады. Келесі. Әрине, осы кезде ең бірінші біз алғашқы пилоттық болғандықтан, әрине өте керемет жұмыс жасап жатырмыз, барлығы өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Әрине, мұның плюсы жақсы жақтары да бар, және сонымен қатар қиыншылықтары да бар. Әрине, ең бірінші мен қиындықтарына келетін болсам, бізде студенттер 2 немесе 3 деңгейлі. Бір студент бар, өте жоғары жақсы оқиды. Ол студентке сіз сол жаңа сабақты айтудың да қажеті жоқ. Екінші студент бар, олар ол тақырыпты меңгермеген. Сонда бірінші қиындық, біз осы скаффолд құралдары, осы карточканы қолдану барысында біз енді кішкене болса әлі де тақырыпты меңгеруге кішкене де болса күші жетпей жатқан білім алушыларға біз тағы да егжей-тегжейлі түсіндіруіміз керек. Бұдан шығатын шешімдері, бұның ішіндегі ең алдымен сол білім алушының деңгейіне қарай мынау карточкаларды біз бағыттап алуымыз керек. Әрине, егер әртүрлі білім алушының деңгейіне әр қарай біз ол қиындықтардан шығуымыз қиын, өте маған ол ешқандай да кері әсерін тигізеді, мен одан да ол баламен жұмыс жасамай қояйын деген ол уже болмайды. Неге? Сол себепті де бізге сондай қиындықтан шығатын шешім осы именно карточканың дұрыс жолмен таба білуіміз. Егер біз сол өзі тақырыпты меңгермей тұрған балаға біз одан сайын қиындатып басқа түрде жоспар түрінде беретін болсақ, ол шешімнен біз шыға алмай қаламыз. Енді екінші қиындығы бұл практика жүзінде. Әрине, математиканың өзі де практика, оны есебін шығару керек. Экономиканың өзі практика, одан да есеп шығару керек. Тарихтан, қазақ әдебиетінен сөйлемдерді құрастыру керек. Бұл практикадан да шығатынның, бұның да қиындықтары өте көп. Бұдан шығатын шешімдердің өзі
қазіргі кезде мынау онлайн оқыту барысы деп айтамыз ғой. Көп жағдайда біздің барлық құжаттарымыздың бәрі интерактивті тақта, әлеуметтік желі арқылы немесе кез келген электронды оқулықтар арқылы болғандықтан біз осы карточканы біз екі мынау цифрландырылған дейді ғой, сол екеуімен бірге ұштастыра білуіміз керек. Сол кезде біз шешімін шығара аламыз. Енді тағы үшінші бір несі қиындығы, бұл көп жағдайда мотивацияның болмау. Мотивация қай кезде болмайды? Баланың сол сабаққа деген құлшынысы төмен. Неге мотивация төмен? Себебі қазіргі кездегі білім алушылардың көпшілігі ұялы телефонда отырады. Түнімен кей жағдайда шын мәнінде отбасылық жағдайға байланысты жұмыс жасап, кейде сол пәнді дұрыс меңгермеуге олар меңгермейтіндей жағдай болады. Сол кезде мен өзімнің сабағымда қалай қолданамын бұл шешімнен шығу үшін? Бізде арнайы ұяшықтар тұрады. Бізде бір топ бар эксперимент ретінде мен скаффолд құралдарын осы карточкаларды қолданамын. Егер мен жоспарланған бойынша үй сабағын, үй тапсырмасын немесе жаңа сабақты дұрыс құратын болса, біз ол ұяшыққа арнайы бір өзіміздің бір белгіні салып отырамыз. Әр ай сайын біз кімде осы карточкалар арқылы жұмыс жасалған студенттің белгісі өте көп болады, сол балаға мен қосымша балл қоямын. Әрине біз әлі енді келе жатқандықтан, сондықтан бізде эксперимент бір топ. Әрине қиындық болады, бірақ қиындықтан шығатын шешімді оқытушының өзі жасайды, және екінші осы құралдар бізге өте көп көмегін тигізеді. Келесі. Бізде осы скаффолд құралдары, осы курс туралы біз колледждің ішінде семинар өттік. Ол семинардың ішінде барлық оқытушыларды түгел қамтыдық. Соның ішіндегі ең қызығы, бізде 4 командаға бөлдік. 4 командаға бөлгенде ол жерде әрине әртүрлі саланың оқытушылары отырды. Оларға әр топқа бөлек тапсырма бердік. Мысалы, бір топқа қазір кездегі осы WordSkills өте керемет қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан да сол WordSkillстан үнемі орын алу үшін оларға мотивация беретіндей бір топқа біз сондай тапсырма бердік. Екінші топқа сабақ жоспарын өте қызықты ретінде өткізу үшін, қызықты пайдалану үшін осы құралдарды пайдалану барысында екінші топқа бердік. Ал үшінші топқа балаларды сабақты қызықтыру мақсатында. Тура сол себептен де біздегі семинар өте қызықты өтті. Әрине, барлық әріптестер өздерінің сабақтары бойынша, әрине ол кезде кішкене қиындық болады. Мысалы, математика өзінің саласы бойынша, экономика өзінің саласы бойынша кішкене ғана келіспеушіліктер болды, бірақ соның өзінде олар іс тәжірибе алмасу барысында өте көп көлемде оң нәтижесін берді. Әрине, мұндай семинарлар бізде тағы да болып жатыр. Енді біздің ойымызда әр бөлім бойынша біз жалпы өттік семинарды. Енді бұйырса келесі әр бөлім бойынша біз жоспарлап қойдық. Бізде колледжде 7 бөлім бар. 7 бөлімнің ішінде 7 бөлімге де біз арнайы жеке өту бізде жоспарымызда бар. Келесі. Өткізіп ғой, отыр өзің бәрін. Енді келесі бізде ертең бұйырса ашық сабақ. Менде осы скаффолд құралдарын пайдалану барысында әрине бұл жерде бізде Марал Құдайбергенова, ол кісі міндетті түрде қатысамын деді. Одан кейін тағы да мен сіздерге қазір айтып өтейін. Әрине өте бір шетінен енді үлкен жұмыс деп те ойлаймын. Себебі бұл карточкаларды қолдану біз эксперимент ретіндегі топты енді республика көлемінде шығарып отырмын. Марал Құдайбергенова енді үлкен үміт артып, сенімділік білдірді. Сонымен қатар осы ашық сабағыма үлесін қосатын осы Мәдениет ағамызға, Алтынақ Насынаға және Айнаш Қызырхановнаға үлкен алғыстарымды білдіремін. Сондықтан ертең 11:25-те басталады. Сол ашық сабағыма да сіздерді көруге шақырамын. Енді ашық сабағым тақырыбының өзі қаржылық сауаттылық, қаржы пирамидасын алаяқтардан осы
ұмытылу немесе алдын алу негізгі мақсаты. Әрине мен ол кезде міндетті түрде бұл құралдар менің ең алғашқы көмегім болып отыр. Сондықтан ең алдымен мен жаңа сабағымды бастамас бұрын менде ынтымақтастықта оқыту және жобаға бағытталған оқыту деген екі карточканы пайдаланып отырмын. Неге жобаға бағытталған деген кезде себебі мен қаржылық пирамиданы төрт топқа бөліп өтемін. Себебі бұл ойын арқылы элементтерінде қосып отырмын. Неге? Себебі бұл сабақты төрт топқа бөлген кезде бірінші топ осы қаржылық пирамида туралы жалпылама сипаттама беріп өтсе, екінші топ кәсіпкерлер, оларға инвестиция қажет, және осының төңірегінде үшінші топ олар белгісіз бір компания өкілдері болады. Олар біздің қазақстандық кәсіпкерлерге өздерінің келісім шарт бойынша инвестицияларын айтады. Яғни инвестиция қажет болса, инвестиция ақшалай береді, жоқ тауар түрінде қажет болатын болса, тауар түрінде болады. Ал төртінші топ, егер сол кәсіпкерлер алданып қалған жағдайда, ондай алданып қалған жағдайдағы қаржылық пирамидадан алданған жағдайда бізде қандай заң бар, қандай баптар бар, сол туралы төртінші топ айтады. Сонда маған осы жобаға бағытталып оқыту және ынтымақтаста оқыту бұл маған өте қажет болды. Енді жаңа сабақтың ортасында мен тағы да әрине мен өзім осы құралдарды пайдаланамын. Ол кезде мен мына карточкаларды пайдаланамын. Ең бірінші мотивация берем. Себебі балаларға олар өздері әрқайсысын кәсіпкер ретінде көрсетіп отыр, әрқайсысы сол заң өкілі ретінде көрсетіп отыр, әрқайсысы осы қаржылық пирамиданың ішіндегі мүшелері болып тұр. Одан сақтану жолын олар өздері сезінсін деп міндетті түрде осы мотивациялық және табандылық карточкасын аламын. Екінші, мен өзін өзі тану және өзіндік тиімділік, яғни әрқайсының өзінің тапсырмасын ашық сабақты өте жоғары деңгейде өту үшін ол міндетті түрде осы карточканы мен қолданамын. Екінші, ресурстарды жұмылдыру. Әрине ресурстар бұл жерде біздің мынау Семей, Павлодар, Астанамен бізге байланысқа түскеніміздің өзі де ресурс. Және сонымен қатар интерактивті тақта қолданамыз. Жасанды интеллект арқылы балалар өздері көптеген өздерінің жұмыстарын жасайды. Сондықтан мен ресурстарды жұмылдыруды қолданып отырмын. Және міндетті түрде менің сабағым экономика болғандықтан қаржылық сауаттылығын карточкасын қолданамын. Енді сабақты ары қарай бізде уже сабақты бекіту болады. Сабақты бекіту кезінде мен зертханалық әдістерді қолданамын. Неге? Себебі зертханалық әдіс арқылы балалар өздері топ болып жұмыс жасайды. Ойын элементтерін қолданады және өздеріне қажетті көптеген мәліметтерді алады. Сонымен қатар бізде балалар енді қорғайды. Олар өздерін әр топ өзінің төрт тобын қорғап болғаннан кейін барып, мен оларға карточкамен тағы да мен алдын ала жоспарлап қойдым. Оның ішінде мәселе тудыру. Яғни біздің кәсіпкерлер шын мәнінде екінші Россиядан келеді біздің кәсіпкерлер, Нигериядан келеді, сонымен қатар Қытайдан келеді және ақш-тан келеді. Вот сол кәсіпкерлердің ішіндегі ол өздері келісім шартқа отыра келе, оларға ұнаған өздеріне, яғни ұнаған болғанда тиімді келісім шартқа отыру үшін мен оларға мәселе тудыру. Мен осы карточканы қолдандым. Келісім шартқа отыру карточкасын қолданамын және идеяларды бағалаймын. Енді сабақтың аяғына қарай қорытындыға келер кезде мен бағалаймын, екі түрлі форматта бағалаймын. Соның ішіндегі ең үлкені ол өзінің құрдастардың бір-бірін бағалауы. Яғни төрт топ өздері бірін бағалайды. Яғни ұяшықтарға өздері кім көп сұраққа жауап берді, кім жоспарды карточкамен құрған жоспарды дұрыс бағытта құра білді, солар жеңіске жетеді. Келесі, мен уақытқа байланысты тез айтып жатырмын. Енді әрине осы скаффолд бойынша мен свод талдау жасадым. Свод талдаудың енді ең күшті жақтарына келетін болсам, әрине мынау біздің семинарлар, ашық сабақтарымыз, одан кейін барып өте көп көлемдегі нұсқаулықтар, бұлардың барлығы да мынау карточканың өзі де маған үлкен көмек.
Яғни мен осы скафолд, осы карточкалары менің ең бірінші керемет бағыт бағдар беруші көмекшім деп те айта аламын. Келесі, екінші қателіктердің азаю. Адамдық нұсқаулықтар және қате жіберу ықтималдығы дейді. Қандай жағдайда қате жібереміз? Кейде біз шын мәніндегі уақыттың тығыздығына байланысты сабақ өткен кезде сабақтың басын айтып, кейде ең қорытындысын айтып жіберуіміз мүмкін. Ал бұл карточкаларды қолдану арқылы бізде басы немесе аяғы деген болмайды. Мұнда ретімен, жүйемен барлығы бірге қамтылады. Бұл да біздің өте үлкен плюс, күшті жақтарымыз. Одан кейін тәжірибелі, әрине мамандардың білімі, яғни көп көлемде осы интеллектуалды капиталын айналды дегеніміздің өзін мен ойлаймын, бұл біздің балаларымыздың білімін сапалығына үлкен бір үлесін қосады. Енді бізде әрине әлсіз жақтары бар колледжде, яғни мынау сапалы құралдарды, мысалы кейде видео жасау үшін көп уақыт кетеді. Кей жағдайда шын мәнінде бір күнде 5-6 пар болатын болса, әр сабаққа жеке-жеке жүйелеу кейде шын мәнінде кішкене уақытты алады. Бірақ мен әріптестеріме айтарым, осы құралдарды пайдаланатын болсаңыздар, әрине бастап кезде кішкене қиналуымыз мүмкін, бірақ ең керемет көмекші. Екінші тәуелділік, яғни қызметкер көмекші құралдарсыз дейді, өз бетіне шешім қабылдай алмай қалады дейді. Ол дегеніміз мен былай түсіндіремін. Әр эксперимент ретінде мен сабағымда қолданып келдім ғой. Ол кезде бір күні қолданбай көрейінші десек, өйткені мына жүйемен күшті бізге бағыт бағдар беріп отыр. Ол кезде бір басқалай сияқты әсер етеді. Сондықтан да әрдайым қолданып жүруге мен беремін. Енді статистика сипатына байланысты, егер құралдар уақытылы жаңартылмаса, олар тез ескіреді деген кезде, мен бұл жерде құрал деп тұрған кезде, шын мәнінде бір ғана кей жағдайда болуы мүмкін. Только кәсіпкерлік, экономист болса кәсіпкер құзыреттілікті қолданайын, немесе тарихшы болатын болса басқа құзырет қолданып, осы бойынша айта салайын деу мүлдем болмайды. Сондықтан да біз әр сабақта түрлендіріп отыруымыз керек. Сол кезде ескірмейді. Әрине мүмкіндіктеріміз бар, мүмкіндіктеріміздің бәрін жасанды интеллектпен байланыстыруымыз қажет міндетті түрде. Жасанды интеллектпен қалай байланыстырамыз? Жасанды интеллект деген ол цифрландырған болғандықтан біз карточкамен екеуін біріктіруіміз керек. Сонда әрине ол өте қиын, бірақ соның өзінде де біз оны іске асыруымыз керек. Әрине, үйім өскен сайын оқыту процесін бір стандартпен жеңіл жүргізуге болады дейді. Яғни, неғұрлым сапалы білім беретін болса, біздің колледжіміздің статусы күн санап арта түседі. Әрине, күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктерімен қоса, міндетті түрде қауіп қатерлер бізде бар. Қауіп қатерлер әрине көп жағдайда кейде тәжірибелі мұғалімдерге айтатын болса, олар бізге қажеті жоқ қой дейді. Кейде жас оқытушыларға айтатын болса, мен өзімнің сабағын бергенім жақсы дегендей, кішкене бізде осындай қауіп қатерлер бар. Әрине біз ол оқытушылармен сөйлесіп жатырмыз. Ол оқытушы семинар барысында өте басында бізде осындай қауіп қатер болған. Қазір семинар барысында олардың қызығушылығы күннен күнге көбейіп келе жатыр. Тағы да бір қауіп қатер, тым қатаң шеңбер қызметкерлердің креативті ойлауына кедергі келтіреді дейді. Оны қалай түсіндіремін? Мысалы, жас оқытушылар болады, олардың барлығы жасанды интеллектті қосады, өзінің неше түрлі платформаларын қосып, өзінің бағдарламалары арқылы өтеді. Именно осы карточканы қолданған кезде олардың ойлары кейде бір арнаға жүрмей қалады. Вот сол себептен де кішкене ғана осындай қауіп қатер бар. Тағы да мен бір мақтанышпен айтатыным, бүгін жаңа 11-де осы Алматы облысы бойынша осы Скафорд педагогтердің құзыреттілікке бағытталған сабақ жоспарлау тәжірибесі оқыту семинарына барып, спикер ретінде қатысып қайттым. Келесі. Сіздерге үлкен рахмет. Әрине, әріптестеріме барлықтарына да осы Скафорд құралдарын қолдануға шақырамын. Және біз ғана қолданбауымыз керек. Біз әлі де ұжымдағы қаншама оқытушылар бар, сол оқытушылардың барлығына да біз жалықпай үнемі бағыт бағдар беріп отыруымыз керек.
Сонымен қатар осы жерде алтын наградасына отыр екен. Алтын наградасына маған Астанада өте көп көмек берді. Мәдениет аға қалай көмек берді. Одан кейін барып бізге Айнаш апай сіздерге үлкен рахмет. Арал Құдайбергеновна рахмет. Айнаш Сейденовна, сіздің баяндамаңыз бен нақты мысалдарыңыз үшін рахмет, келтірген свот анализіңіз үшін рахмет. Енді құрметті әріптестер, біз қазір келесі спикерге сөз бермес бұрын сіздерге айтарым, егер де Айнаш Сейденовнаға сұрақтарыңыз болатын болса, жаңағы вебинардың соңында қоюларыңызға болады, сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер. Не болмаса чатқа сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді жазып қалдыруға болады. Енді екінші баяндамамызға сөз кезегін беретін болсақ, екінші спикеріміз Оразалина Әсел Қайратовна, Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің оқытушысы, Семей қаласында орналасқан бұл колледж. Әсел Қайратовна пилоттық оқу орнында, яғни скаффолдты енгізу кезеңдерімен бөліседі, іс-шараларды қалай жоспарлау керектігін, фокус топтармен қалай жұмыс жасау керектігін, сабақ үлгілері және өздерінің педагогтердің кәсіби дамуы бойынша сіздермен ой бөліседі. Егер де жаңағы Алматы политехникалық колледжі биылғы жылы пилотқа енген болса, Семей қаласына Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжі былтырғы жылдан бастап пилоттық жобаға енген колледждің бірі болып табылады. Әсел Қайратовна, сөз кезегі өзіңізде. Армысыздар, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Оразалинова Әсел Қайратовна. Мен Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің оқытушысымын. Ағылшын тілі пәнінен сабақ беремін. Келесі слайд. Ең алғашқы рет Дарья Скаффолд жобасымен 2024 жылы 26-27 қыркүйекте өткен пилоттық білім беру ұйымдарында Скаффолд карточкаларын енгізу семинарына қатысып танысқан болатынмын. Бұл семинарға біздің оқу орнынан 4 оқытушы қатысты. Ол педагогика пәнінің оқытушысы Жунусова Ләззат Байбутаевна, сондай-ақ психология пәнінің оқытушысы Балапанова Эльмира Мамырбековна, тарих және жалпы қоғамдық пәндер оқытушысы Бажакупова Мадина Талғатовна және мен қатысқан болатынбыз. Семинар барысында карточкалармен танысып, ең алғашқы информацияны, мәліметті қабылдап, және де осы 2 күннің ішінде жоба бойынша оқу орнымызға, яғни оқу үрдісінде тиімді қалай осы жобаны енгізуге болады екен, соны ойластырдық және де тапсырмалар алдық. Өзімізге жоспар жасадық. Келесі слайд. Келесі слайдты қоссаңыздар. Яғни ең бірінші біздің мақсатымыз ол жобалық топты таңдау және жүйелі түрде жұмысты жүргізу. Екіншіден, оқытушылар арасында фокус топты іріктеу болды. Және де скаффолд карточкаларын енгізу бойынша тиімді жоспар құру және фокус топ оқытушылармен шебер сынып өткізу. Сондай-ақ сабақ үрдісінде скаффолд карточкаларын қолдану, яғни ашық сабақтар сериясын өткізу және облыстық workshop, семинар өткізу және де тағы скаффолд карточкалар енгізу бойынша скаффолд педагогикалық қолдауды ұйымдастыру құралы ретінде облыстық іс-шара өткізу және де жобалық топтың мониторингі бойынша динамикасын бақылау. Келесі слайд. Келесі слайдты ауыстырсаңыз. Енді осы тұста ең бірінші проблема ол жобалық фокус топты таңдау. Фокус топты біз қалай таңдаймыз? Осындай бізге енді қиын мәселе туындады. Және жобалық топты қалай таңдап аламыз? Сонда біз семинарға қатысқан 4 оқытушы, яғни бір топқа сабақ беретін оқытушылар болғандықтан сол жобалық топты таңдадық. Ол ББ 230901, яғни бастауыш білім беру тобын таңдадық. Екінші курс студенттері еді. Және де мамандығы бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі, біліктілігі бастауыш білім беру мұғалімі. Сондай-ақ жобалық топты таңдадық. Одан кейін фокус топты таңдадық. Фокус топтың ішінде бізде 10 оқытушы қамтылды. Және семинарға қатысқан біз 4 оқытушы қатысатынбыз. Және екінші мәселе шебер сынып өткізу. Яғни Дарья Скаффолд
карточкалар. Карточкалар дегеніміз не? Енді былайша айтқанда нулевая информация, ешқандай информацияны білмейтін, оқытушыларға скафолд туралы мәліметпен таныстырдық. Және яғни Дарья скафолдтың мақсатты міндеттерімен таныстырдық. Келесі слайд. Осы тұста, яғни бізде қиыншылықтар пайда болды. Біз бір айда 2 рет жиналыс ашамыз деген шешімге келдік. Ал енді кемшіліктер пайда болды. Ол қандай? Яғни уақыттың тапшылығы. Яғни бір уақытта оқытушыларды 100% қамту бізге қиыншылыққа соқты. Сондықтан да біз оқу орнының әкімшілігінің тарапынан көмек сұрадық. Яғни фокус топ оқытушылар құрамын бекітіп, бұйрық негізінде бекітіп, сабақ үрдісін реттеу. Екінші проблема ол бас тарту кезеңі. Яғни фокус топтағы оқытушылар осы скафолд жаңа жоба болғанымен дағы, мысалы біліктілігі жоғары шебер оқытушылар, бұл былайша келгенде, жеке алғанда, мысалы дәл сабаққа келгенде бұның барлығы бізге белгілі. Не үшін деген сияқты сұрақ туындады. Не үшін бізге ол енді қазір керек? Бұл тұста бізге ұлттық сарапшы Айдана ханым, ұлттық тренер, өзінің үлкен үлесін көрсетті. Яғни вебинарлар өткізді. Біз айына 1 рет вебинарларға қатысып, және топпен, яғни фокус топпен үнемі тығыз қарым-қатынаста болдық. Жиналыстарға қатыстық. Келесі слайдты аштаңыздар. Енді келесі тұста бізде сабақтар сериялары жүргізілді. Күнделікті сабақта скафолд карточкаларын қолдана бастадық. Және де облыстық сабақтар сериясын өткіздік. Мен ағылшын тілі пәнінен virtual reality тақырыбында 24-09-02 тобымен ашық сабақ өткіздім. Осы тұста цифрлық, яғни құзыретті басымдыққа алдым. Одан кейін икемді құзыреттерден мәселелерді шешу алдым. Бұл жерде енді информатика пәнімен тығыз байланысты сабақ өткіздім. Келесі слайд. Және де Ләззат Байбутаевна және Сентаева Асия Боранбаевна жобалық топпен, яғни ББ2309 тобымен ашық сабақты өткізді. Ол топ карточкалардың негізінде жұмыс атқарып келе жатыр. Әлі күнге дейін практикада, яғни іс тәжірибеде осы карточкаларды қолданып, сабақ жоспарларын даярлап, өздерінің жұмыстарын ілгері басып жатыр. Келесі слайдты қоссаңыз. Келесі тағы да біздің фокус топтағы оқытушы Мавлетаева Гүлназ Айтқалиевна бұл жобалық топпен ашық сабақ, облыстық ашық сабақ өткізді. Бұл жерде де топтық, яғни икемді құзыреттерді және 2 негізгі құзыреттерді қолданды. Келесі слайд. Енді өзіміздің тәжірибемізді жинақтай келе, біз облыстық workshop семинарды өткізуге бел будық. Бұл жерде скафолд өмір бойына арналған құзыреттер атты облыстық workshop семинарды өткіздік. Оның мақсаты Абай облысының колледж оқытушыларына пилоттық білім беру ұйымдарында скафолд карточкаларының жиынтығын пайдалану және енгізу барысымен, мақсат міндеттерімен және принциптермен таныстыру болды. Осы іс-шараға қаламыздың колледж оқытушылары, одан кейін директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасарлары қатысты. Келесі слайд. Талап акционерлік қоғамның қолдауымен біздің оқу орнының оқытушылары, яғни мен және Сентаева Асия Боранбаевна скафолд құралдарын пайдаланып оқу сабақтарын жоспарлау атты
атты бағдарламамен курс өткіздік, 72 сағат курс өткіздік, және де осы тұста Асия Боранбаевна қазақ тілінде курс өткізсе, мен орыс тілінде курс өткізген болатынмын, және де қазақ тілінде де, орыс тілінде де 20, яғни 20 оқытушы орыс тілінде оқыса, 20 оқытушы қазақ тілінде осы курстан өтті, және жалпы 40 оқытушы бұл енді бірінші ағыммен оқытылды, ал қыркүйек айынан бастап тағы да біздің өңірімізде 40 оқытушы скафолд құралдарын пайдаланып оқу сабақтарын жоспарлау білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік курсынан өтті. Келесі слайд. Сондай-ақ биылғы жылы әдістемелік біздің колледждің базасында скафолд карточкаларын енгізу бойынша скафолд педагогикалық қолдауды ұйымдастыру құралы атты облыстық әдістемелік семинар өткізілді. Бұл әдістемелік семинардың мақсаты білім алушылардың скафолд карточкалары арқылы кәсіби құзыреттердің дамуында негіз болатын құрал мақсатында Абай облысы колледж оқытушыларының кәсіби құзыреттерін арттыру. Яғни осы семинарда, яғни курстан өткен оқытушылар қатысты. Бұл енді посткурстық жұмыс деп айтуға болады, және де оң нәтижесін көрсетті. Келесі слайд. Бұл жерде жобалық топ, яғни ББ 230901 тобының өсу динамикасы. Яғни колледжішілік мониторинг бойынша бірінші семестрде бұл топ 24-25 оқу жылы бойынша 910 ұпай жинаса, ал екінші семестрде осы топ 1173 ұпай жинады. Яғни өсу динамикасына келсек, 29,2% өсу динамикасын көрсетті. Яғни Дарья скафолд жобасы аясында скафолд карточкалармен жұмыс істеген, яғни жұмыс жүргізген топ білім, яғни білім сапасы жағынан 29,2% өсу динамикасын көрсетті. Осымен менің презентациям тамамдалды. Сіздерге үлкен рахмет. Әсіресе Марал ханым үнемі қолдау көрсетіп жүресіз. Мәдениет аға, сондай-ақ Алтын Агнасовнаға алғысым шексіз. Рахмет, сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Әсел Қайыртаевна, сізге енгізу процесін жүйелі көрсеткеніңіз жөндегі жаңағы әр пәндерден мұғалімдердің ашық сабақтарын көрсете отырып, мысал келтіргендеріңіз үшін көп рахмет. Сонымен қатар жаңағы алған фокус топ ретінде, эксперимент ретінде алған топтың өсу динамикасын да көрсетіп жатырсыз. Енді құрметті әріптестер, біздің екі спикерімізге сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, спикерлерімізге. Жақсы, рахмет, Марал. Айнұр, Әсел, өз тәжірибелерімен бөліскендеріңе, қалай жүріп жатқандарыңды айтқандарыңа, бұл өте үлкен жаңағы бір біліктілікті арттыруда, жақсы дүниелерді үйренуде үлкен бір жаңағы дүниелер көрсеттіңдер, жақсы дүниелерді алдық, рахмет. Енді менің сұрағым, біз енді скафолдтың ең негізгісі бұл жерде құзыреттілікті қалыптастыру ғой. Біздегі ең скафолдтың өзінің мақсаты құзыретке қатысты нәрсе. Сіздер жаңа білім беру жағында айттыңыздар. Енді біздер, менің сұрағым деп отырғаны, мына дүниені бір ойлансақ деген менде жай ұсыныс. Кез келген жаңағы кім, Әселде болсын, Айнұрда болсын, біз енді өзіміз ауызекі тілді ашық сабақ деп айтып кеткен ашық сабақтарда сол құзыреттілікті скафолдтың карталарын құралын пайдаланған кезде құзыреттіліктің қаншалықты қалыптасқанын біз қалай бағалай аламыз, осыны бір анықтау керек сияқты болды. Жаңағы сіздердің айтып отырғандарыңыз, құзыреттіліктің карточкаларын пайдаландыңыздар, бірақ ол жерде біз неге пайдаландық? Білім беруде пайдаландық. Білім бердік, дұрыс. Жаңағы Айнұрда пирамидаларды жаңағы сақтану, өтірік алдап кету, анау-мынау, мысалы адамдар қазір көп сұрақ болады ғой енді. Сондықтан жаңа қаржылық сауаттылыққа қатысты дүниеде
білім беруде қолданып жатырмыз. Бірақ сол нақты құзыреттіліктің сіздің алған кәртішкеңіз бойынша жаңағы кәртішкелер таңдап алып жатсыздар ғой, мысалы, иә? Жаңағы құзыреттіліктің бағалау кәртішкелері болсын, әдіс тәсілді кәртішкелері болсын, осылардың нақты құзырет ретінде қалай қалыптасып жатқандығын бір бағалайтын бір дүниелерді ойлау керек сияқты. Иә, білім беру жағында қалыптастырып жатқан түсінік сол дүниені ұсыныс ретінде айтқым келіп отыр. Өйткені біздің кәртішкенің ең негізгі мақсаты құзыреттілікті қалыптастыру деген бір ойлап қойсақ жақсы болар еді. Рахмет. Мәдениет аға, сәлеметсіз тағы да. Яғни мен бұл жерде айтқым келеді, былтырғы жылы бұл проектіні бастаған кезде ол сұрақ бізде болғанда ол бастамасы болды. Құзыреттілікті қалыптасу бойынша бізде зерттеу жұмысы, яғни жаңағы Европалық білім беру қорының тарапынан, Банвани тарапынан жаңағы зерттеу жұмысы болған. Яғни таңдалған 10 оқу орнында, 7 колледж оқу орнында алдыменен пилотты бастамас бұрын фокус-группа, яғни фокус-группа дейді, зерттеудің біріншісі, студенттердің бастапқы деңгейі қандай, содан кейін мұғалімдермен фокус-группа болды. Одан кейін бір жылдың ішінде пилот біткеннен кейін сонымен фокус-группаменен қайтадан тексеру екінші фокус-группаны жүргізу керек болғанбыз. Алайда бір-екі колледжде ол жүрді, қалған оқу орындарда бізде уақыттың тапшылығына жәнегі балалардың мұғалімдермен жүргізілмей қалған олардың қосылуға уақыттың тығыздығына байланысты соңғы зерттеудің фокус тобының жаңағы қандай деңгейге жеткендері, қандай құзыретті қалыптасқандарын зерттеудің фокус тобымен аяқталмады. Яғни негізі бұған фокус топтарменен зерттеу жұмысы қойылған болған. Жақсы, рахмет. Яғни сол уақыттың тығыздығына байланысты соңғы зерттеудің нәтижесі шығып үлгермей жатыр ғой просто, иә? Иә, шыққанда да бұл өйткені аяғына дейін толық жетпеді. Иә, соны айтам, нәтижеге жетпейді. Үлгермей қалып тұр ғой. Енді менің айтқым келіп тұрған бар ғой бұл жерде. Осыны біз өзіміздің тараптарыңыздан да бастамасын бастауға болады. Яғни, мысалы, метод әдістемелік кабинеттер. Бірінші, мектепте қай мектеп қабылданды, сол мектепте қай классты таңдап алдыңыздар сыныпты, сол сыныптың фокус-группаға қандай құзыреттіліктердің қалыптасуына байланысты сұрақтар қойып, жоба біткеннен кейін, бір жылдан кейін қайтадан сол сұрақтармен баланың сұрақтар арқылы баланың құзыреттілікті қалыптасу деңгейін анықтауларыңызға болады. Былтырғы жылғы опытпенен. Жақсы, Марал, рахмет. Менің жаңағы ұсынысымды айтқым келіп тұрғаны, барлығымыз соны ойлансақ деген, өйткені біз нақты құзыреттіліктің қалыптасқандығының көрсететін бір индикаторларын, не болмаса критерийлерін анықтап алсақ, міне мынандай критерий, мынандай индикатор жаңа сабақты үстінде біз білім беріп жатқанда нақты сол жүзеге асқан, аспағандығын білетін бір бағалаудың бір критерийлері, бағалауға қатысты, құзыреттілікті бағалауға қатысты, енді білімге емес, енді білім әрине беріп жатса ғой, ол кәсіби маман ретінде ол жерге сіздерге ешқандай жаңағы әңгіме жоқ, сөз жоқ, ол кәсіби маман, кәсіби жаңағы оқытушы ретінде. Сол білім беріп жатқан кезде құзыреттіліктің қалыптасып жатқандығын бір өлшейтін өлшем, измерение дейді ғой, измерение, который там какие-нибудь критерийлер или индикаторлар, сондай бір барлығымыз ойластырып шығарып алсақ жақсы болар еді деген ой ғой менікі. Сонда біз нақты қаншалықты қалыптасты, қаншалықты қалыптаспады дегенді біз әрбір сабақ сайын жинап отырып, мысалы жылдың аяғында біз соның бір нәтижесін тағы да сараптасақ, жаңа өйткені критерий индикатор арқылы деген менде бір ұсыныс қой. Соны жаңа сабақтарда сіздер тағы да бір ойласаңыздар, бізде де ойластырайық, сондай дүние шығарсақ бәріне келетіндей жақсы болар еді деген ұсыныс қой. Жақсы, рахмет. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз әріптестерімізге жоқ болса, біз өзіміздің жаңағы әріптестермен диалог, яғни диалог с вами, яғни соған көшейік, сұрақ жауаптарымызға. Мен сіздерге сұрақ қоя отыра, сол сұрақтарға сіздер жауап берсеңіздер деген ойдамыз. Менің сіздерге бірінші қоятын сұрағым, сұрақты чатқа да жазуларыңыз, жауапты чатқа да жазуларыңызға болады, не болмаса қол көтеріп жауап берулеріңізге де болады.
Яғни бірінші сұрағым сіздерге, яғни өздеріңіздің қазіргі оқу орындарыңызда жұмыс жасап жатқан, қазіргі уақытта командалық жұмыс қалай ұйымдастырылған? Сіздер уже пилоттық жобаны бастап кеттіңіздер. Немесе оларны қалай ұйымдастыруға болады деген жаңағы ұсыныстар айтсаңыздар. Яғни сұрақ орысшада тұр. Как организована в вашем учебном заведении командная работа? Вы уже начали пилотирование, как у вас уже она организована, либо можете вы дать нам предложение, как его нужно правильно организовать. Сұрақтарыңызға жауап берсеңіздер, қысқа да, және или чатқа жазып өтсеңіздер. Мен жауап бере кетсем, бізде қазір осы карточкамен жұмыс жасау процесі, біз семинар өткенге дейін олар бізден ауызекі естіді ғой. Осындай 102 карточка бар, осылай жұмыс жасаймыз, олар бір-бірімен байланысты, өте қызықты, өте керемет деген кезде оларда басқаша бір қорқыныш пайда болды. Ең бірінші, өзіміздің сабағымызға кейде үлгермейміз, өзіміздің мына сабақ жоспарын өзін жасағанның өзінде өте көптеген уақыт кетеді. Енді біз мұны қалай байланыстырамыз, қалай мен мысалы математикпен, қалай кәсіпкерлік құзыреттілікпен байланыстырамын, немесе икемдік құзыреттілік дегеніміз неде кішкене қорқыныш болды. Біз семинар өттік. Семинарда әрине бірінші кезде әрқайсысын как практика ретінде бөліп қарастырдық. Содан кейін көптеген оқытушыларда бізде уже қызығушылық пайда болды. Енді қызығушылық пайда болып, әрине бір семинарда біз барлығын білдік, барлығын дамыта білдік деп айта алмаймыз. Сондықтан да олардың ұсынысы болды бізге қайтадан. Енді бізге әр бөлім бойынша көрсетіңіздерші. Сонда бізде жалпы 140 оқытушының 7 бөлім бар. Әр бөлімде 10-15-тен жоғары оқытушылар бар. Біз сонда бұйыртса әр бөлімнен енді жеке тағы да осы туралы біз әрі жұмысымызды әрі қарай дамытып келе жатырмыз. Әрине қазіргі кезде көп жұмыс жасау керек. Кей жағдайда әрине қиындықтар болады. Шын мәніндегі әртүрлі саланың оқытушылары біріккен кезде математика жөнінен әдіс тәсілін айтуға тырысады. Физика бұл құзыреттілік маған мүлдем сәйкес келмейді. Немесе екінші қазақ тілі әдебиеті, осыны алайық деген кезде кішкене қиындықтар туады. Абылай бізде қазір осы процесс қарқынды демесем де, бізде алға жылжу процесі бар біздің колледж бойынша. Енді болашақта әр бөлімге жеке тағы да біз түсіндірме жұмыстары мен практикалық жұмыстарын көрсеткеннен кейін біз осы барлық 102 карточканың кем дегенде өзіміздің сабағымызға әрине барлығы 100% осы карточкамен жұмыс жасап кетпесек те, бір фокус группалармен жұмыс жасайды деген үлкен сенімдемін. Рахмет. Бұл бізде Алматы политехникалық колледжі болды. Тағы да әріптестер қосарларыңыз бар ма? Біздің уақытымыз аз қалды, 6 минуттай уақытымыз бар, сондықтан тез жауап берсек. Мен 3 сұрақты да қатар қояйын. Давайте я вам задам все 3 вопроса. Кто на какой вопрос ответит, вы сами как бы скажете свои мнения по каждому вопросу. Бірінші сұрақты айттым. Екінші сұрақ. Сізге қандай, яғни топтық жұмыс кезінде при групповой работе қандай формат жақын? Әдістемелік микротоптармен жұмыс жасау ма, или болмаса әріптестеріңізбен бірлесе жоспарлау ма, или зерттеу жұмыстары ма, тағы да басқа қандай форматтар жақын? И үшінші сұрақ, қазіргі уақытта, егер де сіздер бастауға болатын болса, ең алғашқы қандай қадамнан бастар едіңіздер? Сол, яғни топтық жұмыс кезінде қандай ең алғашқы қадамнан бастайтын едіңіздер қазіргі уақытта? Осы 3 сұраққа қай сұрағына жауап берем десеңіздер де өздеріңізде. Екінші сұрағына қазір өзім пікірімді айта кетсем. Меніңше мынау екінші тұрға совместное планирование деген. Сол более келеді. Неге? Себебі ол құралдарды 102 карточканы қолданатын кезде біз семинар барысында байқадық. Айтып отырмын ғой, әр пән мұғалімі өзінің әдіс тәсіліне тартып отырды. Сондықтан бұл жерде мынау методикалық жағынан гөрі бірлесіп жұмыс жасаған бұл ыңғайлы екен. Бұл менің пікірімше. Сол кезде айтып отырмын ғой, бұл осы карточканың бір
құндылығының өзі де бұл кереметтігі осы барлық пәнге де жарай береді. Әр пәннен кішкене үзіндісін алып біз бір ортақ керемет дүние жасаймыз. Соның ішіндегі маған осы совместное планирование өзіме өте жақын. Себебі мен математикадан бір әдіс тәсіл үйренем, физика пәнінен бір әдіс тәсіл үйренем, экономистен басқа бір тәсіл үйренем, қазақ тілі әдебиетінен шығармашылық байқай, немесе программисттерден бір керемет бір үзінді алып, бір керемет бір дүние шығады. Мен осы екі сұрақ бойынша мен өзімнің әрине пока осы ең бірінші пікірім болуы мүмкін, болашақтағы мүмкін бұл формат басқалай күрделенуі де мүмкін. Әріптестер, тағы да кім айтам дейді, пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер. Можно добавить? Да. Если орысша айта беруге болады, иә? Айта беріңіз. Второй вопрос, да, методические микрогруппы. Нам удобно работать в методических микрогруппах, потому что у нас таки ведется работа основная. Но мы не видим, в принципе, совместное планирование у нас также есть. И получается и методическая микрогруппа, и совместное планирование у нас как в одну, имеется в виду, одновременно идет. Исследовательские работы, меня интересуют исследовательские работы. То есть это, допустим, можно... Как это исследовательские работы ближе лично для меня, да, как для преподавателя, как для педагога этот формат, но в то же время как для группы, для, допустим, как для фокус-группы, методические микрогруппы, совместное планирование, такой как идеальный вариант для нашего учебного заведения. А исследовательские работы, они уже как индивидуально идут, потому что здесь уже как, более точный подход нужен. Жақсы. Тағы да қосам деушілер бар ма? Біздің уақытымыз таяп қалды. Осы Әсел ханымға кішкене қосып өтсем, мен бұл жерде бұл сабақ барысында емес, осы 102 карточканы үйрету барысындағы айтып отырмын. Сондықтан әрине осы біздің мына оқу барысында біздің құжаттарымыз ол итак жүйеленеді, ол болады. Одан кейін мен неге айтып отырмын, әр мұғаліммен біз әр оқытушыдан керемет бір дүние шығарамыз, одан кейін барып біз бұл зерттеу жұмысына толық мән береміз. Егер біз әр оқытушының барлық бүкіл дүниесін жинамай жатып, біз зерттеуге біз кішкене ғана кешеуілдеп жетеміз деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім. Жақсы, құрметті әріптестер, сіздердің жауаптарыңыз бар ма? Бұл или болмаса чатта ешқандай бізде пікір қалдырған адамдар жоқ. Также в чате у нас нету никаких вопросов, также предложений. Егер де айтам деушілер болса, пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер. Егер де енді сұрақтарыңыз жоқ болса, онда біз бүгінгі семинар бойынша жаңағы қорытындылайық бүгінгі вебинарымызды. Бүгінгі кездесуден негізгі бір екі ойды түйіндеп бөліп алсақ, яғни жаңа екі спикеріміздің выступленияларынан, яғни скаффолд бұл командалық тәсіл, скаффолдты тұрақты енгізуге көмектеседі екен, яғни соны білдік. Сонымен қатар әр адам бұл командалық жұмыста өздерінің рөлдерін бөлісіп алады, ортақ қандай да бір мақсатты айқындап шешімге келеді екен. Одан кейін қандай да бір тәжірибелер арқылы нақты жаңағы өздерінің жұмыстарын, әрекеттерін бекітеді. Яғни семинарлар арқылы, шеберлік сыныптар, ашық сабақтар, талқылаулар арқылы, яғни өздерінің тәжірибелерін нақты әрекеттермен бекіте алады. Келесі тағы да бір қоса кететіні, бұл жерде жаңағы қандай да бір қысқа шағын ғана қадамнан ары қарай үлкен бір нақты практикаға жаңағы жылжи, жүйелі түрде жылжи алатынымыз нақты. Енді сіздерге тағы да осы Дария Телеграм қауымдастығы мен Дария Скаффолд шағын сайтына сілтемелермен тағы да сіздермен бөлісеміз. Бұл жерде барлық материалдарды, жазбаларды, хабарландыруды көре аласыздар, таба аласыздар. Құрметті әріптестер, яғни қауымдастыққа қосуларыңызды сұраймыз. Енді сіздерге барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп, вебинарға қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Сонымен қатар бүгінгі біздің екі спикерімізға өздерінің идеялары мен тәжірибелерін бөліскендігі үшін рахмет айтамыз. Вебинардың жазбасы болатындығы туралы
ескертілген болатын. Осы вебинардың жазбасы мен материалдарын, сондай-ақ басқа да анонсты осы Дарья Скафолд қауымдастығында жарияланатын болады. Сол жерден көрулеріңізге болады. Спасибо всем за участие в вебинаре. Спасибо нашим спикерам за то, что вы поделились своими идеями и практиками. Записи материала вы увидите также в нашем сообществе Scaffold. Құрметті әріптестер, баршаңызға нәтижелі жұмыс тілеймін. Сау болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Да, уважаемые участники, буквально последнее слово. Напоминаю, что у нас еще с вами будет второй национальный вебинар по пилотным учебным заведениям. Тематика у него будет поддержание совместной практики локальные стратегии. Если кто-то из вас захочет поделиться опытом именно по данной тематике, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы с радостью сможем организовать для вас пространство для подготовки и выступления в таком формате. Спасибо большое за предоставленное время, да, и увидимся с вами на следующих вебинарах. Хорошо, до свидания, спасибо. Сау болыңыздар. Тәжірибе алмасуға біз дайынбыз. Айнур Асел, рахмет. Айнур Асел, спасибо. Который фасилитатор. Маралу, спасибо. Который организовал Викторию, спасибо. До свидания. До свидания. До следующей встречи. Доброго вечера. Всем до свидания. До свидания.